Өйткені сакаратул маут, өлім төсегінде жатқан кезде лағнеті мынау шайтан бар ғой. Шайтан сол кезде де адамдан үмітсіз болып тұрады екен. Үмітін үзбейді. Сол соңғы сәтте де сенімен күресіп тұрады. Екі қолына екі ыдыста суды ұстап алады дейді. Бір-біріне сапырып тұрады екен. Сен қазір суды ішкің келіп тұр, қатты сөйлейді адам. Сен осы суды берем саған, Құдай жоқ деп айтсаң егер. Алла жоқ, Мұхаммед ондай болмаған деп ондай күфір сөздер айтады екен. Соны айтсаң, мына суды берем саған. Сен ішесінде қайттан аяғыңа тұрып кетесің. Сөйтіп өмірің жалғастыра бересің. Деп суды сапырып, көз алдында сөйтіп қатты азғырады екен, Құдай сақтасын. Сол кезде ана өлім төсегінде жатқан адам жоқ деп жатады көп адамдар. Ол сізге жоқ деп айтқан жоқ. Бір адамдар сөйтіп жоқ, калима айт деп айтқан ем, жоқ деп айтып өліп кетті дейтіндер бар, Құдай сақтасын. Жоқ, ол саған жоқ деп айтқан жоқ, ол кімге айтып жатыр ол? Шайтанмен